Сәлем қыздар, бүгін таңғы асқа боул дайындайтын боламыз. Ол үшін алдымен соусын дайындап алайық. Бізде боул жасағанда соусы дәмді шықса, бізде боулымызда өте күшті болып шығатын болады. Олай болса кеттік. 1 чайная ложка мед саламыз, толтырып, одан соң үстіне осындай түйір горчицаны қосамыз. Одан кейін соевый соус, бальзамический крем және аздап тұз саламыз. Және жақсылап араластырамыз. Және лимон сығындысын қосатын боламыз. Қыздар, осылайша соусымыз дайын болып қалды. Енді үстіне Совол компаниясының осындай тұздарын пайдаланамын. Түрлі тұздары бар, осы жасыл тұзды қосамын. Ол витаминдерге толы, өте дәмді шығады. Мен салатқа, таңғы астарға көбіне пайдаланамын. Міне осылай бізде соусымыз дайын болды. Өте дәмі күшті болып шықты. Әрі қарай қыздар осылай өзімізге ыңғайлы әдемі тарелкамызды алып, енді боулымызды жинайтын боламыз. Боул деген ол өте дәмді және тойымды таңғы ас. Ол таңғы аспен тамақтансаңыз, түске дейін, даже кешке дейін тоқ жүретін боласыз. Міне осылай күріш қайнатамыз. Бірінші алдымен дайын күрішті саламыз. Одан соң осылай жаңағыдай овощтарды майда етіп немесе соломка етіп турап жан-жағына осылай салып дайындайтын боламыз. Огурцымызды салдық. Енді келесі помидорымызды салайық. Помидорымызды саламыз. Одан кейін үйіңізде қандай шөптер бар? Мен салатный лист қосып жердім. Одан соң авокадоны тоже кубик қылып турап, осылай жанына салатын боламыз. Одан кейін брокколиді 3 минутқа қайнатып алдым. Лимон тұз салып, қайнаған суға салып аламыз. Брокколиміз дайын болды. Оны тоже осылай тарелкаға салып жинайтын боламыз. Қыздар, боул жасағанда өздеріңізге не ұнайды, соларды салып дайындасаңыз болады. Тауық етін қуырып салсаңыз да болады. Бірақ мен боулға осылай қызыл балық қосып дайындадым. Қызыл балық қостым. Енді жаңағы жиналып дайын болған боулға үстіне сиропымызды құятын боламыз. Лимон сығындысын қосамыз. Міне осылай біздің таңғы асымыз дайын болды. Өте дәмді және тойымды таңғы ас. Міндетті түрде дайындап көріңіздер. Және менің каналыма жазылып, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Қыздар, соңында осылай күнжіт сеуіп қойсаңыздар болады. Немесе асқабақ дәні бар ғой, жасыл. Соны тоже сеуіп қоюға болады. Ас болсын қыздар. Bensound.com